тауықтың ең жақын досы Әтеш деген азамат төбеге шығып азаматтық жасайтын. Біздің ауылдың әтештері таң атқасын бақыратын. Сіздің ауылдың әтештері жаңада бақырып отыр, манада бақырып отыр біз келгенде. Дегенде бүткіл ел оянатын ағайындар. Мынау адам баласы тауықты түсінбегенмен тауықтар бір-бірін түсінсіп, өзара әңгімелесіп жатады бір-біріменен. Ой, әп-шәпі болып. Ана яқта тауықпен амандасып отыр. Ана яқта тауық айтып отыр. Ал енді мына үй иесі жем сеуіп жүреді ғой. Сеп. Сол уақытта әлгі тауық жемге риза болып жаңағы үй иесіне дағы тауықтар жемін жеуіп жүргенде көрші үйдің тауығы келе жатады. Жылмың етті. Оны әлгі тауық тұрып алып қуады кейін қарай. Әлгі тауық сасып тұрып қалады. Деп әлгі тауық қуып шығады. Шыға бастайды, ішіп-іштерін айтады да. Оны әлгі тауықтар ең бір қызығы, тауықтар тұрып алып баласын санайтын айтам да балапандарын. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Ал енді бір балапан жетпей қалса, іздей бастайды жаңа балапанды. Сиырларымыз тұратын. Алдында бұзау отырады. Мә. Ал енді көшенің бер жақ бетінде, қораның ар жақ бетінде бір бұқа тұрады. Ой, басқа салынбасын. Маман қайда, балам дейді. Бұзаудан сұрайды еш. Ой, бәрекелді, біз өскен ауыл қандай еді ағайындар, керемет еді ғой, керемет еді. Содан кейін шәуілдеп иттер шыға бастайды ағайындар. Ит деген жеті қазынаның бірі деген. Ит деген өзі бір әртүрлі болып келеді. Менің бір досым болатын, здоровый нән. Ол көп сөйлемейді, қойған сұрағыңа бір-ақ рет қана сөйлеп жауап беретін. Иті де өз сияқты бөлдік, нән иті. Үйде күлген адамға бір-ақ рет ұреді ғой. Келдің ба дегендей. Ал енді өзім сияқты бір кластасым бар, кішкентай ғана. Үйіне барсаң кішкентай бір кәннен күшігі бар да, үйде бір шығып жүреді. Не, неге келесіз бұл үйге? Бұл үйден басқа баратын жер жоқ па, кет бұл үйден. Сұлылдап жүреді. Ал енді бір кәриттер болады. Істейін десе тісі жоқ, үрейін десе күші жоқ. Ұйықтай береді. Келе жатқан адамға мен сөйтікі ит бұл ғой, бір иттігім істейін деп. Басын сәл-пәл көтереді де. Бәрі ұйықтай береді. Ой, шіркін, біз өскен ауыл қандай еді ағайындар? Біз өскен ауыл керемет еді ғой. Содан кейін қорадан қойлар шығара бастаймыз. Қойларда таң атпай тұруға әрқайсысы әртүрлі дауысыменен бір-бірімен амандасып жатады. Әр жерде әртүрлі дауысы. Қойларды қорадан шығарғаннан ешкі деген қақпас алдына түсіп барады да, қойларды ертіп алды километрге алып барып қайтады ғой. Күніге 12 километр жүреді. Қойлар еріп жүре береді. Ал енді ең соңғы жағында көгала көк шаңның ішінде бір қой келе атады ғой, өкпесі кеткен. Тұрады. Оған ешкі қарамайды, өлсе өлмейді. Еріп жүре береді қойлар. Ой, шіркін, біз өскен ауыл қандай еді, керемет еді ғой ағайындар. Сөйтіп жүргенде кеш батады. Кешке қарай ауылдың жігіттері менен қыздар шығады. Жігіттер бір бөлек, қыздар бір бөлек, алыстан тұрып жігіттер айқайлайды. Қарындасым тұр, итекі шаутып. Орыс тұтайды. Ой, әлі, шіркін ай, біз өскен ауыл қандай еді ағайындар. Біз өскен ауылда сақпоз директор құдай болатын. Содан кейінгі құдай киномеханик. Киноны қоям десе қояды, қоймайым десе қоймайды.
бір жеті жүріп индийский фильмді күтіп жүріп әйтеуір көріп содан кейін үйге барып жатамыз, қайтадан таң атады. Мінекей сіздердің ауылдай, біздің ауылда осындай болатын. Ауылымызды ұмытпай қаладағы ағайындар дейміз. Рахмет.